Келесі 208-ші есебіміз шие тосабындағы шиенің массасының қанттың массасына қатынасы 2-ның 3-ке қатынасындай. Яғни шиенің қантқа қатынасы ол бізде 2-ның 3-ке қатынасына тең екен. Массасы 3,5 килограмм шие тосабында неше килограмм шие, неше килограмм қант бар деді. Яғни қатынас болғандықтан 2х-тің 3х-ке қатынасы деп аламыз. Ал екеуінің қосындысы 3,5 килограммға тең. Сондай 2х қосылған 3х тең бізде 3,5-ке. Екеуін қосатын болса 5х тең 3,5. Х тауып алатын болсақ 3,5-ті бөлеміз 5-ке. Сонда х-іміз тең 0,7-ге. Ең бастапқыда шиені біз 2х дегенбіз. Сонда 2-ні көбейтеміз. Х 0,7-ге тең. Сонда нәтижесі 1,4 килограмм болады. Яғни шиеміз 1,4 килограммға тең екен. Ал қантымыз ол бізде 3х болатын. Сонда 3-ті көбейтеміз 0,7-ге. Оның нәтижесі 2,1 килограмм болады екен. Сонда қант қызылшасының құрамын жоқ, неше килограмм қант бар екен? Сонда 2,1 килограмм қант бар екен. Келесі 209-ші есебіміз токарь 45 минутта 21 бөлшек дайындайды. Минутта 21 бөлшек. Енді бірінші шартында токарь 14 бөлшекті неше минутта дайындайды. Яғни бөлшек берілген 14 қанша уақытта дайындайды деп сұрап тұр. Яғни х деп қоямыз минут уақытта. Сонда х табатын болсақ 45-ті көбейтеміз 14-ке, бөлеміз 21-ге. Тең қысқарт жіберетін болсақ 2, 3 болады. Намен қысқартсақ 15, 15-ті 2-ке көбейтетін болсақ 30 минутта дайындайды екен. Бірінші шартта 30 минутта дайындайды. Екіншісі дәл осылай, яғни 45 минутта 21 бөлшек дайындайды. Токарь 1 сағатта неше бөлшек дайындайды? 1 сағат деп отқанымыз бізде 60 минут. 60 минут деп алайын. Неше бөлшекті х деп белгілейміз. Сонда х-тен 60-ты көбейтеміз 21-ге, бөлеміз 45-ке. Тең қысқарт жіберетін болсақ, так, 3 болады, 4 деп алайық. Намен қысқартсақ 7, 7-ні 4-ке көбейтетін болсақ 28 болады. Яғни 28 бөлшек дайындайды екен. Келесі 210-ші есебіміз масштабы 7.500.000-ға тең картада А-В карталарының арақашықтығы 2,8 сантиметр. А және Б қалаларының жер бетіндегі арақашықтығы неше километрге тең деді. Масштаб табу формуласын жазайық. Ол бізде картадағы өлшемнің жердегі өлшемге қатынасына тең екен. Сонда масштаб берілген 1-дің бізде 7.500.000-ге қатынасы тең. 7.500.000-ға тең екен. Енді бұны картадағы арақатынас берілген, ол бізде 2,8 сантиметр. Енді осының жердегі өлшем бірлігі қанша деп сұрапты. Х деп белгіледік. Енді х табатын болсақ 7.500.000-ды көбейтеміз 2,8-ге, бөлеміз 1-ге. Көбейтіндінің нәтижесі тең болады бізде. Так,
200 так 21 миллионға тең болады екен. 21 миллионға тең болады. 2, 3. 0 бар. 10-ны 1-ге бөлетін болсақ, 21 миллионның өзі шығады. Бұл бізде енді сантиметр. Оны километрмен өрнектейтін болсақ, 210 километрге тең екен. Келесі 211-ші есебіміз. Жеңіл машине 95 км сағат жылдамдықпен екі қаланың арасын 1,12 сағатта жүреді. 95 км сағатпен 1,12 сағатта жүреді екен. Ал автобус 57 км сағат жылдамдықпен қанша уақытта жүреді дейді. Бұл бізде кері пропорция. Сонда 95-тің 57-ге қатынасын x-тің 1,12-ге қатынасына тең деп аламыз. Енді осы пропорция арқылы осыны шығарамыз. X-тен 95-ті көбейтеміз 1,12-ге бөлеміз 57-ге. Тең екеуін көбейтетін болсақ 114-ге тең екен. Оны 57-ге бөлетін болса, нәтижесі 2 шығады екен. Яғни автобус 2 сағатта жүріп өтеді екен.